Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін біз баламыз екеуміз алтын теруге келдік. Енді бұл көп жылдан бергі менің өзіміздің тәжірибеміз. Оны жалғыз өзім жасай бермей, сіздермен де бөлісейін дедім. Мынау көріп тұрғандарыңыздай, мынау судың орны, көктемде су тасиды, алдыда мосты бар. Где-то июньге дейін тұрады, июньнен кейін бұл жердің бәрі кеуіп кетеді, одан кейін біз алтын іздеуге шығамыз. Так, сіздерге көрсетейін мен. Мына жерде қазір көрінетін, көрінбейтін білмеймін камераға. Мына жерде мінекей жылтырап тұр, күннің сәулесіне түсіп. Жылтырап жатыр да. Давай балам, жаймендеп тер. Ага. Осылай біз пакетке салып аламыз. Сосын үйге алып барамыз да, оны елейміз, шаямыз сумен. Арнайы алтын шаятын ыдыстар бар, табақтар. Солмен шаямыз. И және де арнайы өзінің нелері бар, жаңағы кислоталары бар, солармен шайып, әдемілеп алтын шығаратын боламыз. Әке! Ау? Қара! Не ол? Қайда, не? Сияқты. Ё-майо, не ол? Бля, тас емес. Жеп-жеңіл нарада трещина. Ё-майо, бұл динозаврдың тісі ғой. Әке! Динозаврдың мынандай болады ғой, үлкен. Қандай болады? Үлкенге болады, но кішкентай болады. Баласының кіші қайдан білесің? Әлде акуланы кім екен? Ё-майо, нағара. Шоза, мынау ненің тісі мынау? Иттің бе? А? Итке ұқсайды тісі. Ұстас жуып көрейік. Қаяқтағы иттікі ондай болмайды ғой. Иттікі деген басқа ақ болады құттай. Давай жуып көрейін саған. Жуып. Қайда? Жылтырап. Ё-майо, шынымен де мынау, я? Трещина, сүйік мынау бар ғой. Тіс қой мынау деген. Сонда мынарада қандай нелер болған екен баяғы заманда? Динозаврдың тісі сияқты, мынар трещина olsun. Сүйік. Андай жерлерде әке. Енді кішкентай акулалар жүреді. Может быть, бірақ акулан кімді болмайды? Үш күн динозаврдың баласына бірдемен тісі ғой мынау, точно. Ё-майо, нара. Білесің мұны қанша тұратын? Неше? Қымбат тұратын мынау деген. 2 миллион ше. 2 миллион емес, 20 миллион. Ё-майо. Құтты болсын, молодцы. Молодцы.